Қайырлы күн достар, жасалу өте оңай, қарапайым ингредиенттерден жасалатын етсіз тағамның рецептімен бөліскім келіп отыр. Өте дәмді тағам, видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бізге қажеті ұн, тұз және су. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Басын біріктіріп, жұмсақ қылып илейміз. Жақсылап бастырып, қамырымызды тұндырып қойып қоямыз. Енді бізге қажеті ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Картошканы ұсақтап турап аламыз. Туралған картошкамызды ыдысымызға саламыз. Енді бізге қажеті пиязымызды да ұсақтап турап алып, картошкамыздың бетіне саламыз. Онан кейін бізге қажеті жусай, ерекше дәм береді. Жусайымызды да турап, осылай бетіне саламыз. Енді татымына қарай тұз саламыз, бұрыш, қызыл бұрыш, қара бұрыш, әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Және сұйық май қосып, жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Неке салмамыз дайын. Енді біз дайын қамырымызды тағы да жақсылап бастырып аламыз. 2 бөлшекке бөлеміз. Енді жаямыз, жұқа қылып жаямыз. Енді жайылған қамырымызды 4 бөлшекке бөлеміз. Бетіне сұйық май жағып, осылай салмасын саламыз. Енді осылай ораймыз видеодағыдай. Енді противенға барлық осылай қамырымызға салмасын салып дайындап алып, салып шығамыз. Асты жабыспау үшін май жағамыз. Және де жұмыртқаның сары уызын бетіне жағып шығамыз. Енді қызып тұрған пешке 160 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Неке дайын болды, өте дәмді тағам, керемет дәмді болып шығады, жусай ерекше дәм береді. Достар, міндетті түрде дайындап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын.